Мысалы айтса ұнайды, wind 090 degrees 8 meter per second, run 14, cleared for takeoff. Надо прекратить вот этот полет. Аэродром 012, вышка, как слышите, прием. Проверка связи. Вышка принята. Авиадиспетчер ол әуедегі кемелердің бір-бірінен арасына дистанцияны сақтауға қамтамасыз ететін маман, және төтенше жағдай кезінде соларға көмек көрсетіп, арнайы ұшақтарды, тікұшақтарды құтқаруға, іздеуге, табуға көмектесетін, соған ұйымдастыратын маман. Біздің диспетчерлер ең біріншісі ол команда ретінде жұмыс істеу. Осы біздің Атырау өңіріне ұшқаннан кейін Ақтөбедегі диспетчерлермен бірге жұмыс істеу, өзара диспетчерлердің арасындағы команда болып, бір-біріне ақпаратты дәл кезінде беру, атмосфераны ұстау, осы бір-бірімен достық атмосфераны. Әуеде төтенше жағдай орын алған кезде біз өзіміздің технологиямыз бар, сол арқылы жұмыс істейміз, және де схемамыз бар. Сол схема арқылы өзіміз сол жағдайға байланысты схема арқылы жұмысымызды атқарамыз. Так, воздушное судно. Полностью диалог у нас осуществляется правильной фразеологией радиообмена на русском, на английском и на казахском языках. Но в основном мы используем английский и русский языки. После посадки воздушного судна или при заходе на воздушное судно на посадку мы используем фразеологию радиообмена. Ну, например, там Air Astana, позывной у него идет Astana Line 504. Так, и дальше используем, если русская фразеология, вы опознанный, заход ИЛС, ВПП 14 разрешаю, эшелон перехода 120, давление QNH 10-24 гектопаскаль, снижайтесь, и точка, где он будет делать маневрирование, точка Будул, и номер полосы, ВПП 14. Специальная фразеология, которую мы используем, и экипажи, и пилоты, и диспетчера, мы используем эту фразеологию. Жан-жағына қарап, көзімен де көп нәрсені байқап отыру керек. Сіз айтқандай жаңа дрон, лазерлік атулар, олар жиі орын алып тұрады. Сондықтан біз дер уақытында керекті адамдарға сол ақпаратты жеткізуіміз керек. Және де пилоттарға ол ақпаратты айтуымыз керек. Сөйтіп әуедегі қауіпсіздікті сақтаймыз. Так, многие пассажиры иногда жалуются, что происходят задержки рейсов. Ну, приходят, передают что о том, что вроде погода хорошая, и они, почему у них воздушное судно, самолет не вылетает на аэродром назначения. Если посмотреть с другой стороны, то есть это связано с метеолокаторами, а также оборудованием, которое находится на аэродроме, происходят задержки из-за того, ради безопасности ваших и пассажиров. То есть это связано с тем, что туманы, гололед, то есть из-за этого происходят задержки для безопасности полетов. Метеорологические условия, конечно, не позволяют иногда выполнять взлет, посадку воздушного судна, и воздушное судно уходит на запасные аэродромы. Опять же, это связано с тем, ради безопасности пассажиров. Шет тілі, ағылшын тілі. Кейін Алматыға тесттен өттім. Сосын мені Ригаға, аэронавигациялық институтқа бір жылға оқуға жіберді. Ол жерде бір жыл оқып бітірдім. Атырауға келіп 5-6 ай тағда осы жерде жұмыс істеуге үйретті инструкторлар. Кейін өзімнің рұқсат қағазымды алып, осы орында жұмыс істедім. Оқуға түспей тұрып бірінші бізде психологиялық тест бар, тапсыратын, пространственное мышление, сол тест бар, ағылшын тесті бар, сосын медициналық сараптамадан өту керек Алматыдан. Осының бәрін өтсеңіз, ол кезде сізге оқуға жібереді, әрі қарата сіз маман болуға дайындайды.